Саламатсыз ба, қалыңыз қалай? Сәлеметсіз бе? Шүкір, жақсымын, рахмет. Өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы, рахмет. Мен оқырмандарға өзімді таныстыра өтейін. Тілдер дамыту орталығындағы тіл маманы боламын. Есімім Әмірбекова Зайра. Өзіңізді таныстырсаңыз? Менің есімім Чакова Кристина, ұлтым орыс. Керемет. Мен сізге бір-екі сұрақтар қойсам болады ма? Әрине. Сүйікті ісіңіз қандай? Бос уақытта немен айналысқанды жақсы көресіз? Сүйікті ісім кітап оқу. Бос уақытымда кітап оқып, фильм қарап, достармен қыдырғанды жақсы көремін. Керемет. Қандай тілдерді білесіз? Мен қазіргі таңда қазақ тілі, орыс тілі және де ағылшын тілдерін білемін. Қазақ тілінде ең қатты ұнататын сөзіңіз және не үшін? Маған тәуелсіздік сөзі ұнайды, себебі ол ұлттың болашағын және де еркіндікті білдіреді. Сабақтарыңыз қалай өтеді? Тілдер оқыту орталығына айтар тілегіңіз бар ма? Сабақтар өте пайдалы әрі қызықты өтеді. Орталыққа тыңдаушылар көп болсын және де табыс тілеймін. Рахмет. Өзіңізді 3 сөзбен сипаттайтын болсаңыз, қалай сипаттар едіңіз? Жауапты, еңбекқор және де мейірімді. Соңғы уақытта қандай кітап оқыдыңыз? Фильм немесе музыка сізге қандай әсер қалдырды? Соңғы уақытта мен «Махаббат қызық мол жылдар», «Ақбілек» және де «Бақытсыз жамал» кітаптарын оқыдым. Олар маған қыздың тағдыры жайында және де махаббат жайында ерекше әсер қалдырды. Армандап жүрген мақсаттарыңыз бар ма? Оны бөлісе аласыз ба? Армандап жүрген мақсаттарым бар. Менің қазіргі таңдағы мақсаттарым болашақта білікті маман иесі болу, тіл үйрену және де мемлекеттің дамуына үлес қосу. Рахмет сізге көп, армандарыңызға жете беріңіз. Бүгінгі сұхбат аяқталды.